кейбір жанда тұрады екен көзде мұң, басқалардың аңсап жылы сөздерін. Харекеттей қорашылды сондықтан, бақытына себеп болар өзгенің. Әуелі Алла жеңілдеткен қиынды, кейін халық садақасы жиылды. Гүлмирана шын ниетпен құрдыңыз, тек сауапты мақсат еткен ұйымды. Еріктілер айналсын деп қорғанға, жүрегіміз шын мейірімге толғанда, бар ерікті балаша бір қуанар, бір отбасы баспаналы болғанда. Ойымызда тек қашанда жақсылық, әрбір жанға сыйласақ деп жақсы үміт. Сіздің ет себепші боп осы іске, тұрмыз бүгін жақсы өмірге сақшы боп. Жанымызда тек мейірім мекендеп, біздің мақсат жақсылыққа жетем тек. Тілектерді жүрекке сап жүреттік, анамыздың туған күні екен деп. Сұрақтар сай өмір берген жауапқа, жақсы алға тартады ғой жауартқа. Сіз жасаған барлық жақсы амалдар, біз тілейміз жазылсын деп сауапқа. Қуанамыз әр қашанда күліңіз, тек бақытқа толы болғай күніміз. Барлық жақсы амалдарға себеп боп, ортамызда аман есен. Құрметті Харекет қайырымдылық қорының негізін қалаушы Гүлмира Мұханқызы, бүгінгі келіп жеткен туғаныңызбен Орал қаласының еріктілері шын жүректен құттықтаймыз. Гүлмира Мұханқызы, бойыңыздағы көшбасшылық қасиетпен қатар қарапайымдылық пен мейірімділіктің жалғасы табыла берсін. Алға қойған арман мақсаттарыңызға Алланың қалауымен жете беріңіз. Бар ғұмырын ислам жолында арнаған алтын жүректі анамыз. Әлемдердің Раббысы Аллах Тағала сізге екі дүниенің бақытын, ана бақытын, әйел бақытын нәсіп етсін. Гүлмира Мұханқызы, біз сізді тек туған күніңізде ғана емес, әр күн сайын сізге әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын тілейміз. Біз сіздің сана жолыңызды, ізгі жолыңызды жалғастырушымыз. Біз сізді келіп жеткен бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз!